Синдром Магнума или типичный портрет шовиниста. Бұл не деген сөз? Яғни өткен тарихқа үңілетін болсақ, мына нәрсені айтуға болады. Орыс империясы Петр Первийдің ар жақ бер жағында империяға айналды ғой енді. Ол жерде русский мир деп аталғанмен, орыстардың ол жерде өздерінің рөлі жоқтың қасы. Өйткені Ресей империясы болған кезде Петр Первийден бастап, қатын патшалар барлығы не істеді? Европадан ең мықты специалистерді жинады. Музыкант болсын, архитектор болсын, военный дело болсын, қай саланы алсаң, итальян болсын, солардың бәрін жинап, сол империяға қызмет еткізді, соларға сондай мүмкіндік берді. Сондықтан олар келген кезде немісше, французша сөйлеп барлық сөйтіп жүреді. Кейін ғой жаңағы, мына орыстың ұлы ақын жазушылары шығып, осылардың арасында орыс мәдениеті деген, орыстың тілі деген, орыс әдебиеті деген ұғым пайда болып, сол биліктің үстіне көтерілді. Сондықтан қазірде мысалы Путин соғысып жатыр. А оның нелеріне қарасаң, қасындағы империя, Россияның қазіргі имперский масштабында таза орыс деген жоқ қой. Путиннің өзі еврей, Лавров дегенің армян, министр обороны болған Тубама бір мұсылман емес, сол бір түріктің несі жүр. Шойгуды айтып отырмын. Ал енді еврей дегендер, бұлар бірдеңе лақтырсаң орыс тарихына, еврейдің басына тиеді дейді ғой. Сондықтан бұл жерде еврейлерге өте үлкен сабақ болған нәрсе не дейсіз ғой? Білесіздер ғой, еврейлерді бұрын орыс империясына кіргізбеген, жолатпаған. Және оларды тек қара жұмысқа жүрген ғой. Содан еврейлер не істеді? Олар жүрген кезде Ресейге, Киевте, ана жақта жүрді ғой. Ой, Черносотенси деген болған. Бұл ортылай еврейлерге погром жасап, одан кейін мынаяқтан Германияға Гитлер билікке келгеннен кейін, ол да шетінен еврейлерді қырды. Ал соның алдында осындай теперішті көрген еврейлер не істеді? Маркс идеясын ойлап тапты. Енді ананы мұсылман деп бөле алмайды, ананы европеец, мынаны басқа. Сол кезде социальный революция жасауды ұйымдастырды. Соның іргетасын қалады. Яғни байлар мен қарсы пролетариат кедей таптың арасына жік салып, кедей таптарды біріктірді. Сөйтіп, Маркстың сол идеясына қаруланған Ленин және қасындағы бұл қанша еврейлер бар. Ұлы Октябрь социалистік революциясын жасады. Ваше благородие деп тұрған алдында бүкіл халықтың бәрі, жаңағы Ресей империясының биліктері бар ғой, солардың алдында бастарын оғып, ваше благородие деп оның алдын кесіп өте алмайды. Вот сол кезде басқа ұлттардың бәрі осы жан-жағында жүрген. Украина болса да, Финляндия, Польша, бұлай қарай кете береді, Чукоткаға дейін барады. Міне осылардың барлықтары адам құрлы көрген жоқ империя. Солардың бәрінің алдында алтын тақ иегері император және олар. Олардың бәрі жаңағы жан-жақтан жиналған орыс атымен русский мирді құрды ғой. Міне сол еврейлер сол кезде олар ешқандай жұмыс бермейтін, басқа да сондай еді. Соны тарихта солай болды енді. Жайлап олар кіріп, сыналап, сөйтіп жаңа идея арқылы адамзатты ешқандай ұлтына қарамай, тек бай, кедей деп бөліп, кедейлерге билікке келуге жасады революцияны. Социалистік революция деген, социальный революция атайтып тұр ғой, әлеуметтік революция. Міне сол кезде барып, жаңағы ваше благородие деп тұрған сословие бар ғой, ақсүйектері. Солардың бәрін орнынан құлатып, жаңағы совет өкіметіне келді. Міне осы кезде жаңағы Троцкийдің да басқан Свердловың бәрі еврейлер.
солар мына орыс халқын зерлетті. Орыстың аристократиясы бәрі быт-шыт болып кетті ғой енді, Европаға жан жаққа қашып. Қалған кедей таппен кедейлердің ортасында ой небір ақылды данышпандар шықты. Ленин деген көсем болды, олы не деп сөйтіп әлі Кремльде жатыр ғой. Мен айтайын дегенім, міне сол кезде русский мирдің атын алған русский дегендер қазір Украина пропагандасы не бір нәрсені фактілерді шығарып отыр ғой. Орыс деген ұлттың өзінің жоқ екенін дәлелдеп береді әрбірден соң. Сондықтан біз Совет өкіметі кезінде жаңағы шовинистердің, Лениннің бір жұмысы бар. Великодержавный русский шовинизм деп тұрып жазған жұмысы бар. Міне сол кезде жаңағы Ленинге дейінгі орыстардың несінде сол дух пайда болды. Шовинистік, өздерінен басқа ешкімді адам деп санамайтын. Осы идеяны соншалықты империя сіңірген, және олар кез келген жерде өздерін солай санады. Бірақ мына Лениндер келді, жаңағы большевиктер, сталиндер басын қырқса да, аристократтарын, қалғандарымен мына жасады. Содан жаңа олардың ішінде бәрібір сол шовинистік пиғылдағы нелер қалды. Соның қалдықтары, сарқыншақтары жаңағы ел ішінде өмір сүре берді ғой. Қолайлы бір жағдай болған кезде бұрқ етіп жаңағы иістенеді, иісін бәрі жан жақты алады. Міне сондай көріністі қазір біз мына Магнум қожайындарынан көріп тұрмыз ғой. Қазақтың жерінде, қазақтың мемлекетінде, қазақтың экономикасының мойнында кәдімгідей табыс тауып, соны жұмыс істеп жатыр. Ал бірақ қазақты мойындағысы келмейді. Неге? Барлығын орысша жазып қойған, қазақтарды екінші, үшінші сортты адам санайды. Анау айтып отыр ғой, ішінде жұмыс істеп жүрген адамдар. Бізді дейді, өте төмен айлық алатын жұмыстарды ғана береді дейді қазақтарға. Бүкіл составы жаңағы бастықтары, басқалары, жаңағы бухгалтериясының бәрі орыстар дейді. Көрдің бе? Сонда бұлар бір қойы Ресейдің осында жүрген кәдімгі өзге ұлттарды, әсіресе қазақтарды, бұлар кәдімгі анау Америкадағы аққұлақтар жаңағы бәрін негрлерді, қара нәсілділерді бөліп жаңағы шетететін ғой. Бір автобусқа мінгізбейтін оларды. Бірге тамақ ішірмейді. Бірге сондай болды ғой 19 ғасырдың ортасына дейін. Сондай сияқты мынау кімнің типичный портреті Магнумның қожайындарының. Қарасай, үшінші күн кетті ма, төртінші күн кетті, бойкот болып жатыр, ана нелерін бәрі сасып жатыр, бүйтіп жатыр, былқ етпейді. Жаңағы, ортаға бір прессаны жинап жіберіп, кешірім сұраса болады ғой қазақ халқынан. Осыншама. Жоқ, бұлай кәдімгі. Біз қожайынбыз деп тұр ғой. Сол баяғы рухма несі. Және өзі 200-дей жан-жағына спортсмендерден құралған, ішінде қазақтар да бар дейді. Отряды бар дейді. Және ол кешегі мына неде жүр? Әлеуметтік желіде. Қаңтар кезінде олар кәдімгідей бір несі жүр, сақалды ғой, қойшықайын. Сол, мен кіммен жаңағы Арман Дикимен кездестім, одан кейін табырдың деп сол моментін беріпті анау. Енді бұл қаншалықты рас, қаншалықты подстава білмеймін, бірақ ана тірлікке қарағанда жаңағы Қазақстандағы билік өкілдері бар, басқа бар, сыртқы ықпалды күштер бар, солармен тікке бірге байланыста тұрғаны көрініп тұрды. Сондықтан қазақ ұлтының алдына шығып, кешірім сұрауға оған западлау болып тұр ғой. Өйткені оны ұлт ретінде қарамай тұр ғой. Бұл баяғы Ресей шовинистерінің Ленин айтқан. Соның шарқыншағын көріп тұрмыз. Ал немен бітеді? Көрейік енді. Бірақ қазақтарға айтарым, енді бұлар іштеріне жаңа қаңтарды бастаған сияқты қазақтар жиналатын болсаңдар, іштеріңе арандатушы провокаторлар кіреді, сөйтіп Магнумға атака жасатады біріншіден, Магнумның жаңағы витриналарын сындыртады, сосын жаңағы полицейлер нелер шақырып, разгон жасайды, өйтеді, бүйтеді, сөйтіп. Бұл бір көрініс болуы мүмкін. Екінші көрінісі, осы халықтың кәдімгі осылай болып, бірге болып, не жасап тұр ғой, өзінің
позициясын көрсетіп тұр ғой. Осыны пайдаланып кету мүмкіндіктері бар. Ол не мүмкіндік? Ол енді мына Тоқаевқа, осының қазіргі болып жатқан билікке қарсы халықты соған ағып бұрып жіберу. Сөйтіп билікке қаңтарда ойларына жасай алмаған тақты алу операциясын осы халықтың бас қосып қазір жаңағы көтерілуге дайын ғой ашусыздан. Бұлар ақыры өстіп қазақты мойындамай жаңағыдай болатын болса, олардың дауы несін өртейміз десе біреу айтса бітті ғой. Болмаса шығып міне сондай етіп халықты көшеге шығарып жіберуі мүмкін. Мен сіздерге қазақтар арбалып қалмаңдар деп отқаным сол. Аямайды. Оларға бәрібір. Үшінші нәрсе, өздеріңіз білесіздер, Ресейден шет кетеміз деген кезде Прибалт елдері, кішкентай елдер ғой. Бүкіл Прибалт елдерінің ұлттарының өкілдері сол үш мемлекеттің сыртқы шекарасы бар ғой. Ресеймен қанша жер жатыр, Европа басқамен. Соған бәрі шығып, қолдарын бір-біріне ұстап тұрды шекарада. Өздері бәрі жиналғанда бір 10 миллион аржақ бер жанды ғой. Солар бірақ сол шекараларын ұстап тұрды. Қанша провокация жасалды, берілмеді. Міне, олар тек Үндістанда Гандиді айтып жатыр ғой, онсыз да көп адам. Сол ағылшын колонистерін жаңағы соғысып жеңілмейтінін білді. Сонда не істеді олар? Ағылшынға қызмет етуді, ағылшынның қызметін пайдалануды тоқтатты. Оларды ұрып жатсын, нәп жатсын, жаңағыдай сабап жатса да, өлтірсе де, еш қимылдамай содан отказ берді. Сол сияқты ақыры мына тірлік келді ғой осыған. Мына қазақты мойындамайтын, қазақ ұлтын мойындамайтын, қазақ тілін мойындамайтын осы топ, шовинистік топ, ашық айту керек қой әр нәрсенің өз атымен. Енді ана товарларын, қызметін қазақ тілінде жазып қоймаса, қазақ тілінде жаңағыдай қызметтері болмайтын болса, оның үстіне осыншама ұлтты қорлап жаңағы осындай неге противостоянияға шығып тұр ғой. Бұның арты немен бітетінін бір Құдай біледі. Тек менің нем айналайындар, әсіресе жастар, анау-мынау айтқанға сенбеңдер, провокацияға сеніп, арандап қалмаңыздар. Провокаторлар араларыңызға кіріп кетеді, сол жерден жаңағы барып, анау ненің білмеймін не істейтіндерін өртетеді, басқа қылады әйтеуір. Сондықтан бұл жерде мына тәжірибені еске алу керек. Қаңтар кезінде Жаңаөзенге мысалы келген ғой, неге шығып жатқан, митингке шығып жатқандарға провокаторлар. Ал Жаңаөзеннің шағын қала бірін-бірі таниды. Соны ана сырттан келген провокаторларды күтіп алған, сөйткенде қоршап алып, кәдімгі неде ұстап отырған. Алар өйтпейді, жастарға барайық, жастарға бүйтейік деп шығады ғой. Отыр тыныш, провокаторсың ғой, тексереді ғой енді. Ол кезде бірақ олардың жанында, сол халықтың жанында үлкен кісілер болған, ел ағалары болған, тиісті органдардың жігіттері де халық жағында болған. Ал енді Алматы сияқты безконтрольный пространство мынау. Бұл жерде қайсы провокатор, қайсы шын ұлтшыл ажырата алмайсың. Оның үстінде провокаторлар сол адамдардың кейпінде, басқасында сондай өздері сөйтеді. Снайперлер болса да крышада болады. Осы нәрсеге енді біліп, осыған провокацияға көнбей, тек үнсіз ғана акция болу керек. Үнсіз действияға бармау керек. Ол қалай сіздер ана магнумдердің жаңағы несін, витриналарын сындырып, ішіне жаңағы тонасаңдар, басқа қылсаңдар, білмеймін ғой енді, халықтың ашу ызасын туғызатын мысалдар келтіреді. Қаншама жаңағы нелер жасайды енді олар, қолдарынан келеді. Сол үшін биліктің өзінде де сондай ұйымдастыруға арналған арнайы отрядтар бар. Оларға бәрібір тақта Тоқаев бола ма жоқ, тақта қайтадан Назарбаевтардың адамы келе ма, оларға ақшасын төледі, болды ғой. Таспен жапалақ тұрсаң да, жапалақпен тас ұрсаң да, жапалақ өледі. Қазақ арандап жапалақ болып қалмаңыздар.
Жақсы, қазағым аман болсын.